Барлықтарыңызға сәлем. Жаңа айтқанымыздай тербелістердің екінші бөлімі. Бүгінгі видеода біз тербелістерге есептер шығаратын боламыз. Ең алдымен біз формулаларды примерно айтып шығайық сіздерге. Жалпы бізде период табатын екі формула бар. 2π тең болады. Төбір асты МК деген бар. Одан кейін 2π төбір асты LG деген бар. Мінекей. Бірінші есепке келетін болсақ, серіппелі жүйе М 0,1 кг, К 40 ньютон бөлінген метр берілген екен. Серіппелі жүйе осындай нәрселерден тұрады екен. Амплитуда беріліпті. Бізге амплитудадан қатысы жоқ, жай ғана шатастыру үшін берілген. Период тап деген екен. Период табу үшін жаңа формулаға саламыз. 2-ні көбейтеміз 3-14-ке. Төбір астында бізде 0,25 0,0025 жерде шығады. Сол кезде біз 6-28-ді көбейтеміз 0,05-ке. 6-28 шығады екен. Бізде 0,314 секунд деген жауап шығады екен. Бізде периодымыз осы нәрсеге тең. Ендеше келесі бетке өтейік. Келесі есепте біз не дейді? Келесі есеп жай механика маятник ұзындығы дейді. L тең 0,4 метр дейді. Период тап дейді. Өте аз нәрсе берілсе де бізге есеп шығаруға көп нәрсе керек емес. Өйткені формуламыз бізде 2π LG. G бізде жазылмаса да тұрақты 9-8 немесе 10 метр секунд квадрат деп ала берейік. Осы формула алатын болсақ, 2-ні жаңа пиға көбейттік. 1-6-28 деп жаза береміз. Төбір астында бізде 0,4-ті бөлеміз 10-ға дейді. 4-ті 10-ға бөлетін болсақ, бізде 0,4 шығады. Төбір астынан алатын болсақ, 0,2 шығады. Оны көбейтеміз 6-28-ге. Сол кезде бізде шығады екен 2,256 секунд деген жауап. Мінекей екі есебіміздің шығару жолы осындай. Енді бізде видеоның соңында айтқанымыздай лайфхакты түсіндіре кетейін. Жалпы бізде екі формула бар дедік. Қайтадан жазам. 2π. Өйткені бұл формулалар өте маңызды. LG. Мына жерде қайталас қалдым. LG. LG. Одан кейін бізде 2π төбір асты МК. Мына сөздерге назар аударыңыздар. Лағман, макарон деп жазып қойыппын. Енді қараңыздар. Лағман дегеніміз бізде бірден LG-ді еске түсіру керек. Себебі лағман деген кезде мысалы Л бар и G бар. Г деп айтсақ болады ғой тоже. И лағман деген кезде бізде осы формуланы лағман деген сөзбен еске түсіруге болады. Бірден еске түсіріп аламыз осы арқылы. Егер де бізде есебімізде бір ұзындық берілетін болса, бірден осы формулаға саламыз. Ал егер де формула еске түспейтін болса, лағман сөзін еске түсіреміз. Дәл сондай сәйкесінше макарон деген сөзімізде осы формуланы табуға көмектеседі. Макарон дегендегі М бізде массамыз тұр, и К дегендегі бізде К-мыз бар, H бөлінген метр. Бізде жаңағыдай макарон деген сөзіміз формуланы еске түсіру керек бірден. МК макарон, LG лағман. Жалпы бізде одан кейін жаңағы формуланы қортайықшы кішкене, үйренейік. Өйткені бізде тек қана осындай оңай формулалар, оңай есептер келмейді. Мысалы бізде осы тыңның орнына біз жиілікті қояйық та, сол кезде бізде формуламыз қалай өзгереді. Бізде жалпы жиілік дегеніміз 1 бөлінген т ғой. Значит, тымыз аударылып кетеді бірден. Сол нәрседен бізде формуламыз 1 бөлінген 2π
тең болады түбір асты GL болып қалады. Орындар ауысып кетеді бірден. Сәйкесінше мына формуланы да біз жиілік табатын болсақ, 1 бөлінген 2π түбір асты km болады. Бірден аударып жібереміз да, жиілік тапқан кезде. Ал егер де біз бұрыштық жылдамдықты табатын болсақ, бізде формуламыз жаңағы 2π деген бар емес па? Ол жоқ болады. Жай ғана LG-дің өзі болады. Өйткені бізде бұның формуласында 2π Т еді ғой. Бөлінген Т. Бөлінген Т деп жазайын. Бөлінген Т еді ғой. 2π мен мына жердегі 2π қысқарып кетеді. Т мен Т қысқарады да. Соның әсерінен бізде тек қана түбір асты LG деген қалады. Сәйкесінше осы жерде де осындай макарон формуласында дейік. Жай ғана МК ғана қалады екен. Жалпы бізде тербелістер тақырыбындағы формулалар, есептер осындай. Өздеріңізге қиын есептер шығарып көрсеңіздер болады. Мен барынша түсінікті болу үшін оңай есептерді алдым. Жалпы видеомызда әдеттегідей өзіміздің тұрақты Абай атамыздың сөзімен аяқтаймын. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігім бар да, таптап арқалан деген сөзбен аяқтайтын болам. Ал неше сау болыңыздар. Сіздермен болған Нұралы ағаларыңыз.